Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Менің аты жөнім Оралханова Сәуле Манарбекқызы. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Төлеген Қазезұлы Раисов атындағы молекулалық биология және медициналық генетика кафедрасының оқытушымын. Бүгін сіздермен талқылайтын тақырыбымыз ол дегибридті будандастыру туралы есеп. Бізге берілгені адамда ахондроплазия аутосомды доминантты белгі болып тұқым қалайды, ал бұйра шаш тік шашқа доминантты болып келеді. Ахондроплазиясы және бұйра шашы бар екі белгі бойынша да гетерозиготалы ер адам қалыпты бойлы және тік шашты әйелмен некеде тұрды. Бір ата-аналардың мүмкін болатын генотиптерін және олардың ұрпақтарының генотиптері мен фенотиптерін анықтаңыз деп есеп берілген. Енді біз берілгені бойынша есепті құрып аламыз. Ахондроплазия бұл бізде доминантты белгі, ал қалыпты бой бұл бізде рецессивті белгі деп аламыз. Бұйра шашты доминантты белгі, ал үлкен В деп белгілейміз. Ал тік шашты бұл рецессивті белгі. Енді бізде ата-аналары белгіленген, яғни ер адам бұл бізде ахондроплазиялы, анасы бізде қалыпты бойлы тік шашты болғандықтан рецессивті белгімен белгілеп аламыз. Будандастырамыз. Әкесі бұл бізде ахондроплазиясы бар бұйра шашты, яғни екі белгі бойынша гетерозиготалыны құрайды. Енді осыдан гаметаларды бөліп аламыз. Әйел адамда бізде 2 гамета бөлінеді, ер адамда бізде 4 гаметаны бөліп аламыз. АБ және АБ белгісі бойынша. Енді пенет торына салатын боламыз. Екі белгі, бірінші әйел адам және ер адам деп бөліп аламыз, анасы және әкесі. Әкесінің белгісі 4 гаметаны жазамыз. Анасы бұл бізде рецессивті белгі дедік. Енді осы анасы және әкесін пенет торында бір-бірімен сәйкестендіреміз. Үлкен Б кішкентай Б, екі кішкентай Б, яғни аллельді белгі шықты. Енді пенет торында будандастырдық. Бізде ата-анасының доминантты екі белгісі мен рецессивті екі аллельді генді сәйкестірген кезде ахондроплазиялы бұйра шашты балалар дүниеге келеді. Ахондроплазиялы тік шашты балалар дүниеге келеді. Қалыпты бойлы бұйра шашты балалар дүниеге келеді. Және қалыпты бойлы тік шашты балалар дүниеге келеді. Енді осының генотипін анықтаймыз. Генотиптік ажырау бойынша бірдің бірге, оның бірге және оның бірге қатынасындай шығады. Фенотиптік ажырау бойынша
25% ахондроплазиялы, 25% бұйра шашты тік қалыпты бойлы, 25% ол бізде қалыпты бойлы тік шаш. 25% қалыпты бойлы бұйра шашты, 25% ол бізде ахондроплазиясы бар тік шашты, және 25% ахондроплазиялы бұйра шаштылар дүниеге келеді. Ұрпақтарының генотиптері жоғары жақта белгіленген, және фенотиптері төменгі жақта белгіленген. Яғни фенотипі бойынша да бірдің бірге, оның бірге және оның бірге қатынасына сәйкес келеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.